Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Жақсыбай. Және де достар, видео басталмастан бұрын осы видеоға обязательно лайктарын басып кетіңдер. Егер де арнаға тіркелмеген болсаңдар, обязательно осы арнаға тіркеліп, любой комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Өйткені достар, бұл маған өте үлкен мотивация болады. Ал мотивация арқылы менің арнамда жиі видео шығатын болады. Все, болды, кеттік. Осы арнаға обязательно тіркеліп бастаймыз. Достар, бұндай форматтық видео менің арнамда көптен шыққан жоқ. Не то что көптен шыққан жоқ, вообще бірінші шығып жатыр. Былайна отырып, екі камера қарап, мына жердегі типа петличка микрофонға сөйлеп, еще телевизор қосып қойып, өтірік отты қосып қойып отырған. Неліктен бұндай форматқа мен ауысып кеттім? Осының алдында мен пранк түсіріп жүрдім, влог түсіріп жүрдім. Мен олардан не отказываюсь. Обязательно пранкта, влогта уақыт келсе болады. Мен бұл бүйтіп түсіріп отқан себебім, мен өз көрермендеріме айтып жатырмын қазір. Новыдан келген көрермендер, сендер қазір түсінесіңдер не айтып жатқанымды. Қазір сағат түнгі 2 болып қалды. Мен неге түннің ішінде түсіріп жатырмын, және де осындай формат. Өткен осы жақта менің дүниеге қызым келді, үшінші балам. Үшінші балам, екі ұлым бар, үшіншісі қыз болып келді. Екі баланы өзім бағам, үшінші қызды әйелім бағады. Сондықтан бізде вообще мүлдем уақыт жоқ. Тем более мен еще жұмыста жүремін. И кешке осындай форматтық ыңғайлы өзіме формат тауып алдым. В общем, түнде тұрамын да, бір жарты сағат сендерге көңілдерін бөлемде, уақыттарын бөлемде, осындай тік деген форматпен түсіріп жатырмын. Сондықтан міндетті түрде маған лайктарын басып кетіңдер, комментарий жазып кетіңдер. Все, бүгін біз бастаймыз, кеттік. Достар, айтып жатырмын жаңа формат деп жатырмын да. Өкінішке орай, жаңа форматтың өзі негативті видео болады. Действительно негативный видео. Егер сен жасың 18-ге толмаған болса, 18 емес, 16-ға толмаған болса, және де сен любой видеоларды жүрегіне қатты алатын болсан, сразу видеоны сөндіріп кет, но лайкты басуға ұмытып кетпе. Заранее айтып отқаным, өйткені бүгін кішкене жестковатый видео болады. Оны қазір сендер түсінесің не туралы екенін. В общем, аты Хан Досаев деген кісіні уже естіген шығарсыңдар көбіңіз Авиадикостан. Мен өзім жаңа Авиадикостың каналына кіріп қалдым да, сол видеоны көріп қалдым. Хан Досаев дейтін адам деп те айтуға болмайды, оны білмеймін, сөзім жоқ, короче. Жын дейді ғой, жын деген орысша қалай? Чорт деп айтуға аты бұл кісіні. Сендерді кешірім сұраймын, сөйтіп выражаться етіп тұрған. Действительно, менің давлением қайнап кетті, қаным қайнап кетті ананы көрген кезде. В общем, ол кісі өзін пайғамбармын дейді. Короче, пайғамбармын дейді, және де боқтап сөйлейді, там страшный заттар айтады, істемейтін ісі жоқ. Ну, действительно, пацан хочет пиара. Распиарить ету үшін ол деген даже готов, видишь. Үстіне татуировка салып тастаған, Алла тағалаға ойыншық қылып отыр, пайғамбармын деп отыр, исламды жаңа дін деп отыр. Ол по-любому ответит. Бұл өмірде отвечать етпесе де ол кісі. Қазір, конечно, 21-ші ғасырда там полиция, милиция, там заң бойынша, там свобода слова, ол не айтқысы келеді, соны айта алады. Но ана өмірге бәріміз де барамыз, бәріміз де жердің астына көмілеміз, солай емес пе? Ана өмірге барғасын по-любому бұл кісі отвечать етеді. Сондықтан мен неге айтып жатырмын? Мен білем, бұл кісіні айтып жатқасын бір жағынан мен өзім бұл кісіні пиарить етіп жатырмын да. Мені 10 мыңдаған адам қарайды. И мен по-любому бұл кісіні мысалы көбісі естімеген шығар да. Сендер мүмкін бірінші рет көріп тұрған шығарсыңдар осыны. Мен сендерге айтып беріп жатқан шығармын. Мен бір жағынан пиар істеп жатырмын бұл кісіге. Мен оны өзім түсініп тұрмын. Но айтпасам тоже болмайды ғой. Чтобы молодежь одан пример алмасын деп. Қазір көптеген жастар еліктейді мысалы не осы соған да. Сол пример алмасын деп бұл дұрыс емес. Вообще, короче, сендердің өздерің ақылдарың бар ғой. Просто айтып жатқан огласкаға беру керек по-любому. И сендерден сұрайтыным, егер де Инстаграмнан, Ютубтан кездесіп қалып жатса, сол кісінің видеолары, фотолары, пожалуйста деген басыңдар. Сол бары қолымыздан келетін біздің сол максимально пожалуйста тек оны бүкіл соцсеттерден блокировать етіп тастайды. Все, жаман жаңалықтарды айтпай-ақ қояйық. Бірақ ладно, мен көрсетпеймін ба деген кішкене фрагмент көрсетіп кетейін. Неге мен етіп жынданып жатырмын, нервный болып тұрмын. Қазір өздері мені түсінесіңдер. Егер де сенің жынына тиіп кетсе, осы видеоға лайк басып жібер де, ана кісіні тауып алды, пожалуйста етіп кетіңдер. Сол. Давайте міне бір-екі фрагментін қояйын. Көп қойғым да келмейді, оны өзден қарап кетіңдер. Сөз жоқ. Саламатпысың, baby? How do you doing there, қойсыш? Мен ғой атаң, пайғамбармын мен. Құдаймен сөйлесе аламын, ада будет жай. По факту айттыр не, Джонни Файр. Қыздар сүйгенде, олардың арасында мынандай еттер болады ғой, салбыраған, бүйтіп тұрған. Соған сідік тиеді. Сол үшін олар үшін оны жумайды, үй сүртпейді сүйгенде. Сол үшін көбісі қыздардың сасық болады. Ал енді достар, жақсы жаңалықтан бастайық. Бүгінге жаман жаңалық жетер.
кино қарағанды сен жақсы көресіңдер ма? Кім фильмді жақсы көреді? Кино деген вообще керемет зат қой да. Жаңадан кино шығып жатады там. Әркімнің өзінің жанры бар. Біреу фантастика жақсы көреді, біреу ужастик жақсы көреді, біреу комедия. Иә, достар, түсінген шығарсыз не айтайын тұрған. 26 қазаннан бастап бүкіл Қазақстан бойынша, тек қана шығыстан басқа, шығыс Қазақстан облысынан басқа, бүкіл Қазақстандарда кинотеатр жұмыс істейтін болады. Кинотеатрдан басқа торговый центрлар жұмыс істейді. Бірақ кинотеатрдың 30% орны ғана адамдар отыра алады, қалғандары бос болатын болды. Ну, естественно, дистанция дейтін бар қазір да. Соның кесірінен соблюдать етіп кинотеатрлар ашылып жатыр. Және де осы жақсы жаңалыққа енді мен жаман жаңалық айтпасам, бүгінгі видео негативін болмайды ғой. Мен заранее айттым ғой, бүгінгі видео негативін деп. Жаман жаңалық ол 23 қазаннан бастап Бораттың 2-ші сериясы шығайын жатыр. Борат деген кино, ол кім білмейді, қысқаша айтып кетейін. Ол типі қазақ кісі Қазақстанды көрсетеді, Қазақстан унижайттай, типі Қазақстан дамыған жоқ. Міне тоже бір фрагмент бірінші сериясына қарап кетіңдер. Вот так 14 лет назад в прокат ворвался фильм «Борат». Псевдодокументальная картина о казахском журналисте, который вместе с продюсером поехал изучать Америку. Получилось шокирующе неполиткорректно. Я казах, я молюсь соколу. Она мой сестра. 4-е место проститутка всего Казахстан. Достар, сосын сендерден сұрайтыным, егер де Бораттың 2-ші часть шықса, сен барар едің бе? Соны міндетті түрде өз пікіріңді комментарийға жазып кетуіңді сұраймын. Және достар, тағы да бір қызықты жаңалықтардан, жақсы жаңалықтардың бірі, ол біздің бауырымыз, мұсылман бауырымыз Хабиб Нурмагомедовтың бойы болады. 25 қазанда жексенбі күніне келіп тұр. Астана уақытымен түнгі сағат 1-де төңкерілетін болады. Давайте бауырымызды бәріміз қолдап кетейік. Ол да біздің мұсылман бауырымыз. Соның бойын қарайық. Мен лично өзім Хабибке болельщикпін. Ну, кейбір кісілер бар, тоже Хабибқа жыны кетті. Конордың болельщиктері бар ғой. Олар деген Хабибке жыны кетті, соответственно, Хабибтің проигрышын күтіп отыр ғой. Өкінішке орай Хабиб осы жақтан әкесін жоғалтып алды. Сол Хабибқа болельдік. Ал егер де достар сіздерге осындай менің форматым ұнап жатса, лайктарын басып, комментарий жазып кетіңдер, обязательно арнаға тіркеліңдер. Алдағы уақытта жиі видео шығатын болады. Қазір освещение жетіспейді, петличка, микрофон жетіспейді, нормально. Оның бәрі болады со временем. Давайте, қайырлы түн, кездескенше келесіде. Мен бар ұйықтайын, қыз монтаж істеп еще баланы. Кеттім.